Күн баршаңызға, менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сіздермен қазақтың ұлттық тағамдарының бірі ши-бауырсақ дайындайтын боламыз. Видеоны соңына дейін тамашалаңыздар. Және де менің каналыма тіркеліп кетуді ұмытпаңыздар. Ең алдымен таза ыдысымызға сұйық май, үстінен жылы суымызды құямыз. Одан кейін тұз, қант және де бір жұмыртқамызды жарамыз. Барлығын жақсылап араластырып аламыз. Ұнымыздың үстіне бір чай қасық қопсытқышымызды қосып, електің көмегімен барлығын өткізіп аламыз. Қажетті құрамның барлығын төменге описанияға қалдырып кетемін, сол жерден кіріп қарасаңыздар болады. Ұнымыздың барлығын салып болғаннан кейін жұп-жұмсақ қылып қамыр илейміз. Ұнды көп қосып қоймаңыздар. Тесто жұмсақ болу керек, сол кезде ши-бауырсақтарымыз өте дәмді болып шығады. Илеп болғаннан кейін бетін салафанмен жауып 5 минутқа тындырып қоямыз. Енді жұмыс жасауға оңай болу үшін қамырымызды 2 бөлікке бөлеміз. Қамырымызды орташа қалыңдықта жайып аламыз. Одан кейін дәл видеодағыдай кесіп шығамыз. Дәл лағманның тестасын кескендей етіп кесіп аламыз. Дәл видеодағыдай қамырымызды жұқартып созып аламыз. Қатты жұқартып тастамаңыздар. Дайын болған қамырымызды кесіп шығамыз. Өте қатты дәуре қылудың қажеті жоқ, себебі майға түскен кезде одан сайын дәуіп кетеді. Дәл осы кезде майымызды алдын ала қыздырып қоюды ұмытпаңыздар. Дайын болған қамырымызды қызып тұрған майға салып, 2 шетін қуырып аламыз. Дәл осы рецептпен жасап көріңіздер, балаларыңызға ұнайды деген сенімдемін. Дәмді ши-бауырсақтарымыз дайын болды. Жасап көріңіздер, баршаңызға ас болсын.